Темирский өз диспетчер Сейсенов. Жасы қабылданды, бригада жібереміз. Осындай сапалы және жедел жұмыстың нәтижесінде темір электр желілері учаскесі халық үнін еститін мекеме мәртебесін иеленді. Энерго отбасы жобасының кезекті шығарылымы темір электр желілері учаскесінде. Темір аудандық электр жүйелік учаскесі 12.600 шаршы метр бар ауданды үздіксіз жарықпен қамтамасыз етіп отырық. Қазіргі таңда Темір ауданы бойынша барлығы 6 қосалқы станция бар. Абоненттер санына келетін болсақ, біздерде абонент саны 8632 тұтынушы бар. Темір аудандық электр жүйелік учаскесі бойынша біздерде барлық қызмет жасап жүрген 67 қызметкерлеріміз бар. Сол 67 қызметкерлердің барлығы да біздерде ұйымшыл, белсенді, сапалы қызмет жасайды, осы халыққа қызмет көрсетіп жүр. 2023 жылы Темір ауданы бойынша коммуналды мекемелер арасында халық үнін естуші номинациясына темір электр жүйелік учаскесі осы атаққа ие болды. Халық үнін естуші мекеме номинациясына ие болған бірден бір себеп біздің осы Темір аудандық электр желілік учаскесінің қызметкерлері. Жалпы энергосистема мекемесінің ұжымының бірлігі, тез және жедел жұмыс атқарып халыққа қызмет көрсетуінің нәтижесі деп білем. Аса қауіпті әрі қызықты саладағы маңызды бөлімнің бірі диспетчерлік қызмет деуге болады. Күніне тұтынушылардың бірнеше қоңырауларын қабылдаумен қатар, әріптестердің жұмысын қадағалап отыратын бұл бөлімді әрбір электр желілері учаскесінің жүрегі десек болады. Сіздің өтінішіңіз қабылданды, қазір бригада жібереміз. Диспетчердің жұмысы қиындығы мен қызығы мол қызмет деп білемін. Энергия системада осы 30 жыл бойы осы системада жұмыс жасап келе жатырмын. Қызмет барысында бірнеше тұтынушымен байланысқа шығамыз. Әр тұтынушының арызын, өтінішіне сабырлық пен байыппен жауап береміз. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет етіп, еңбегі еленген Темір аудандық электр желілері учаскесінің жұмыс барысы осындай. Материалды дайындаған Динара Манарбек қызы, Аяжан Абдықалып, Әдемі Сайлаубай.